сіздермен бірге қазмет бүгінгі тақырып бізде орнитинный цикл яғни Кребс генезалит циклын талқылайтын боламыз. Ең бірінші организмге түскен дәріміз белок амин қышқылдарына дейін ыдырайды, одан кейін осы аммиакқа және де аммиактан мочевинаға. Осы аммиактан мочевинаға ыдырау процесі біздің организмде маңызды болып келеді, өйткені аммиак ол токсинді зат болып келеді және де организмнен өзі шығармайды. Ал мочевина керісінше токсинсіз және де организмнен оңай шығады. Осы процесс бізде бауырдың жасушаларында, яғни гепатоциттерде болады. Жасушаларда дегенде оның цитоплазмасымен митохондриясында болады екен. Ең бірінші біздің реакция митохондрияда СО2 NH және де H2-ның қатысында карбамаил фосфат түзеді. Карбамаил фосфат түзгенде оның ферменті карбамаил фосфат синтезасы 1 болып табылады. Бұл реакцияда бізде 2 АТФ молекула энергия ыдырайды. Одан кейін бізде керісінше цитоплазмада орнитин карбамаил фосфатпен бірігіп уже митохондрияда цитрулин түзеді. Бұл жердің ферменті бізде орнитин карбамаил трансфераза деген фермент қатысады. Кейіннен цитрулин аргининді сукцинат түзеді, яғни аспартаттың қатысуымен бірге аргинин сукцинат түзіледі. Бұл жерде бізде фермент аргинин сукцинат синтезасы ферменті болып табылады екен. Келесі бізде аргининді сукцинат, ол бізде аргинин және де фумарат түзеді. Бұл жердің ферменті бізде аргининді сукцинат лиаза болып табылады екен. Кейіннен бізде фумарат, ол бізде малатқа айналады, яғни ол Кребс циклына кіреді. Кребс цикл біздің видеода бар, немесе осы видеоның астына ссылкасын тіркеп қоятын боламыз. Аргинин кейіннен бізде орнитин мен мочевинаға түзіледі. Бұл жерде біздің ферментіміз аргиназа болып табылады, яғни орнитин қайтадан осы циклға кіреді, ал мочевина бізде қанға ең бірінші, одан кейін бүйрекке және организмнен бүйрек арқылы шығады екен. Сонымен достар, бүгінгі видео бітті. Сіздерге ұнайды деп ойлаймыз. Барлықтарыңызға рахмет.